Берілі таудан аспаған, бедеуге қамшы баспаған, алысқа сапар шекпеген, ат қадірін білмейді. Жақсы тамақ ішпеген, жайлы орынға түспеген, жат қадірін білмейді. Қыста соғым соймаған, қоз етіне тоймаған, ас қадірін білмейді. Ата-ана қадірін білмеген, халық қадірін біле алмас. Халық қадірін білмеген, ата-ана қадірін біле алмас. Қандай адам қадірлі дейсің? Ол сен биікке жетсең де, төмендесең де қадірлей білетін, байлығыңды емес адамдығыңды бағалайтын, еш уақытта өзгермейтін, қиындықта тастап кетпейтін жан. Әділ биі болмаса, бірлігі кеткен ел ғарып, қадірін елі білмесе, қайратты туған ер ғарып. Амандықта қадір жоқ, алдырған күні білерсің, денсаулықта қадір жоқ, ауырған күні білерсің. Қолда бар жақсының қадірі жоқ, айырылған күні білерсің. Қадіріңді кетірме, ол сенің таптырмас байлығың. Отан өткенімізді танып, бағалай білу, ең әуелі өзімізді қадірлей білу. Жаман еркек жар қадірін білмес, жайсыз әйел ер қадірін білмес, жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Адамдарды таныған сайын өзімнің итімді қатты қадірлеймін. Адамның өзінің ақшасынан, үй-жайынан, қора-қонысынан айырылуы аянышты емес. Мұның бәрі адамға тиесілі емес, ал адам өзінің шын меншігі, өзінің адамдық қадірінің қасиетін жоғалтса, бұл енді аянышты-ақ.